Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай әдемі кәуап самсаны рецептісімен бөлісетін боламын. Рецепт өте оңай жасалынады және де менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға 450 граммдай ұнымызды салып аламыз. Жақсылап ұнымызды електен өткізіп алғаннан кейін үстіне 150 граммдай сары майымызды немесе маргаринімізді қосып, жақсылап ұнымызбен біріктіріп, ұсақ үзінділер жасайтын боламыз. Ұсақ үзінділерді жақсылап жасап алдық, және де 1 шай қасықпен қант және де тұз саламыз, 1 шай қасық қопсытқыш және де 1 жұмыртқа, қаймағымыз 150 грамм және де 15% болуы қажет, және де жұмсақ қамыр егеміз. Қамырымызды жақсылап билеп алдық. Ендігі кезекте 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Бұл жерде менде туралған ет немесе тартылған етті де қолдансаңыздар болады. Және де 3 дана пияз, дәміне қарай тұз, қара бұрыш, паприка, зира және де сұйық майымызды құйып жақсылап араластырамыз. Біздің салмамыз дайын. Ендігі кезекте қамырымызды жаюға кірісеміз. Қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз, бізге жаюға ыңғайлы болу үшін, және де қамырымызды өте жұқа қылмай жақсылап жайып аламыз. Арнайы кесетін құралмен осылайынан домалақ етіп кесіп аламыз. Ендігі кезекте салмасын саламыз. Аз-аз мөлшерден салмасын салып аламыз да, жақсылап ашылып кетпес үшін жақсылап бекітеміз. Осылайынан арнайы таяқшаға, яғни шпажкаға 3 немесе 4 данадан самсаларымызды қойып шығамыз. Менімен бірге осы самсаны жасап көріңіздер, өте дәмді әрі дастархандарыңыздың сәнін келтіретініне сенімдімін. Енді арнайы ыдысымызға салып, үстіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Жұмыртқаның сарысын жағып алдық. Ендігі кезекте үстіне мак немесе күнжіт сепсеңіздер болады, әдемілік үшін, және де қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Біздің самсаларымыз дайын, өте жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Ариана, және де менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.